жас өрт сөндірушілерді өрт құрал жабдықтармен жұмыс істеу барысында психологиялық тұрғыда машықтандыру болып табылады. Біз бүгін ашық сабағымызды нөмірі 5-ші өрт сөндіру бөлімінде жүргіземіз. Қазір біздің бірінші жоспардағы жұмысымыз бойынша осы өрт сөндіру бөлімінің тұрмыс тіршілігімен танысу. Әр өрт сөндіру бөлімінде өзінің бөлім бастығы болады. Бүгін мен сіздерді осы өрт сөндіру бөлімінің бастығы азаматтық қорғау подполковнигі Каю Жандос ағайларымен таныстырамын. Қазір Жандос ағайларыңыз осы өрт сөндіру бөліміндегі күн тәртібін және штаттық қызметкерлердің санын сіздермен таныстырып береді. Саламатсыздар. Өзі таныстырып есім 35-ші өрт сөндіру Қызылорда қаласы 5-ші өрт сөндіру бөлім бастығы азаматтық қорғау подполковнигі Каюп Жандос Қайдарбекұлы. Бұл енді бөліммен таныстыра өтсем, бұл бөлім темір жол бетінде орналасқан өрт сөндіру бөлімі. Шығу ауданы осы Гагарин, Титов, Шанхай, жаңағыда коммунизм, КВИ дейміз, сол бәрі осы шығу ауданы, осы бөлім шығу ауданы қарайды. Бұл ғимарат 1987 жылы салынған, өрт сөндіру автокөлігіне арналған. Қазір таңда штат бойынша 40 адам, бұның ішінде бас шығарам 6 адам, бөлім бастығы орынбасар және әр кезекшілік бойынша 4 қарауыл бастығы. Қазір таңда бір қарауыл бастығының орны бос лауазым тұр. Кезекшілікке күнделікті 9 адамнан түседі. Оның ішінде жауынгерлік есепте 8 адам. Атап өтсек, қарауыл бастығы, бөлімше командирі, аға өрт сөндіруші, өрт сөндірушілер және өрт сөндіру автомобилінің жүргізуші қызметкерлері. Сонымен қатар дабыл бойынша шығыстарды қабылдап отыратын радиотелефонист, бөлімде радиотелефонист қызмет жасайды. Полк түскен кезде 9 адам кезекшілікке түседі. Сонымен қатар күн тәртібіне келетін болсақ, өзімізге жарғымен бекітілген күн тәртібі бар. Соған сәйкес таңғы 6:00-де бөлім жеке құрамы таңертең ұйқыдан тұрып 6 мен 6:30 аралығында дене шынықтыру дайындығымен айналысады. Одан бөлек сағат 7:50-ге дейін қабылдап тапсыру жұмыстарына дайындықтар жұмыстары жүргізіледі. 7:50-де бізде таңертеңгі нұсқау өткізіледі. Таңертеңгі нұсқаумен қарауыл ауысымы сағат 8:30-ға дейін жүргізіледі. 8:15-ге дейін жүргізіледі. 8:15-тен 8:50-ге дейін 300-де сабақтарымыз бар. Бөлім классында өткізіледі, арнайы жоспар бекітіледі. Жоспарға сәйкес қарауыл басшыларының сол күнге дайындаған конспектілер болады. Сол конспектілерге сәйкес сабақ өтеміз. Теориялық жүзінде 300-де. Сонымен қатар нормативті жаттығулар өткізіледі. Біздің сұрек бойынша осы шығу ауданында сіздер апталық жүргізесіздер, өрт қауіпсіздігі сенбілік өткізеді. Мына жерде айта кетіп дұрыс айттыңыз. Жаңа Қызылорда қаласы 5-ші өрт сөндіру бөлімі бар. Жаңа бізде 2020 жылы 161 рет өртке жатпайтын жану оқиғасына шықтық.